Бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анархан, біз қарқын туралы әңгімелесіп жатырмыз. Қарқынның сөз мазмұнын жеткізудегі рөлі жайында айтып өтсеңіз. Біз өткен аудиокурста қарқын туралы айтқанда бұның бір шет жағасын айтып кеткенбіз. Шет жағасымен тыңдарманымызды таныстырған тұғын едік. Енді қарқынның осыған қоса тағы да айтатын бір қызметтері бар. Оның бірі сіз адамның сөйлеп тұрған сөзінің қарқынына қарап, ол ресми қатынаста сөйлеп тұр ма, жоқ бейресми қатынаста сөйлеп тұр ма, бірден аңғарасыз. Өзі бейресми қатынастағы қарқын өзі құбылғыш келеді. Яғни бейресми қатынаста мынау қарапайым тұрмыстық деңгейде екі адам сөйлесіп тұрса, оның сөзінің қарқыны біресе баяулайды, біресе жылдамдайды, тез өзгереді. Ал бейресми қатынастағы сөйлеушінің қарқыны ол белгілі бір деңгейден, орташа деңгейден ауытқуы мүмкін, бірақ сондай тез құбылғыш болмайды. Әрине, Сонымен бұл қарасаңыз, қарқын өзі сөздің стиліне қарай, яғни ресми, бейресми қатынасқа қарай ерекше бір ажыратылып тұратын құбылыс. Сонымен бірге қарқын бір сөйлемнің ішінде де өзгеруі мүмкін. Бір сөйлемнің ішінде сіз сөзді тез-тез бастап, содан кейін сөздің ортасында оны баяулатып, одан кейін қайтадан жылдамдатып кетуіңіз мүмкін. Жалпы өзі кез келген құбылыс, интонацияның кез келген компоненті, біз алдында сөз еткен кідіріс болсын, мына қазір сөз етіп отырған қарқын болсын, ол өзгеру арқылы тыңдаушыға бір сигнал береді. Сөйлеп тұрған адам жылдам сөзді бастаған кезде, оның сөзі бір кезде баяулап кеткен кезде сіздің құлағыңыз елең ете қалады. Бұл неге баяулады деп. Сөйтіп ол баяу айтқан сөздеріне сіз ерекше назар қоясыз. Қандай өзгеріс болмасын, бұл тыңдарманның назарын өзіне аудару. Сол арқылы қарқын бір мағынаны ерекше екенін көрсететін құрал. Енді қарапайым ғана мысал келтірейін. Студенттер биыл оқуға дайындықпен келді деген мысал. Студенттер биыл оқуға дайындықпен келді десем, мен бір оқуға деген сөзді кішкене баяуырақ айттым өзгелеріне қарағанда. Студенттер биыл оқуға дайындықпен келді десем, мен студенттер дегенді баяуырақ айттым. Көрдіңіз бе? Сөйтіп сөйлемнің ішіндегі сіздің маңызды ақпаратты жеткізіп тұрған сөздеріңіздің қарқынының өзі де ауысып кетуі мүмкін. Анархан, мысалы біз қарқын туралы айтып жатырмыз ғой. Кейде бүкіл барлық дерлік сөйлемдегі сөздер бір қарқында болса, яғни баяу, назар аудартуға. Ондайды қалай дейміз? Оны бір сарынды сөз дейді. Ол негізі ол бірақ құлақты елең еткізбей ме ондай сөз? Ондай сөз адамды шаршатады. Сондықтан неғұрлым кез келген интонацияның құралын ойнатып, құбылтып, өзінің мөлшерінде пайдалана білген дұрыс. Соның ішінде қарқынды да. Егер мысалы бір қарқынмен сөйлейтін болса, әсіресе осындай құбылыс лекторлардың тілінен көп кездеседі бізде. Мысалы, кейбір лекторлар бір сарынға түсіп алады, бір ғана қарқынмен бүкіл дәрісін оқып шығады. Сол кезде студенттер осы дәрістің ішінде қай жері маңызды, қай ақпарат ерекше екенін түсінбей қалады. Сондықтан бір сарынды қарқынмен сөйлеуде ауызша сөйлеушілер үшін мысалы, тағы бір сұрақ туындайды да менде. Студенттер жаңа оқу жылына дайындықпен келіпті. Сіз негізгі қарқынды студентке қойдыңыз, студенттер биылғы оқу жылына дайындықпен келіпті. Студенттер деген кезде барлығы бір сондай қарқында айтылу керек пе? Студенттер мысалы таңданыспен айтылса ше. Студенттер немесе студенттер қалай? Сіздің таңданысыңызды қарқын білдіріп тұрған жоқ. Қарқынға қосымша құралдар білдіріп тұр. Студенттер деген кездегі әуеннің көтеріліп барып күрт түсіп кеткені, бұл жерге әуен көмектесіп тұр. Одан кейін дауыс қаттылығы деген бар, алдағы аудиокурста айтамыз. Дауыс қаттылығы, дауысыңыз. Студенттер дегенде соңғы жағында қаттырақ шығып кетті. Осылар бәрі бірігеді, сіздің студенттер таңданыспен айтып тұрған сөзіңізді жеткізеді. Жақсы, рахмет Анархан. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.